ескертулер, құрмет жамағат. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оларға осы Құранды насихаттап отқан кезде, олар жалпы Нух пайғамбар, кешегі Солих пайғамбар, кешегі Худ пайғамбар, мысалы, солардың барлығы туралы оларда хабарлар бар негізі. Хабарлар бар. Өздері бір отыра қалса, бір әңгіме ретінде айтып бере алады оны. Тіпті тарихи тұрғыдан қайсысы қай жерде азапталған орындарына дейін біледі. Олай болса, Құран оларға бейтаныс нәрсе келген жоқ. Мысалы, өздері естіген Нухқа байланысты. Каззабат, қауму Нухин. Мысалы, Қамар сүресінде Алла Тағала ескертуді қалай жасайды? Нухтың қауымы өтірікке шығарып жіберді. Факаззабу абдана. Нух деген құлымызды өтірікке шығара салды. Вақалу мәжнунун. Мынау деген жынды деп қараңыз, қоғамға солай таратты. Ваздуджир.